Армысыз, ардақты көрермен, міне біз үшін өте тамаша Еуро 2024 іріктеу кезеңі аяқталды. Үмітпен бастадық. Үмітіміз сейілген кезде болды, қайта жанданған кезде болды. Ең соңында Еуропа құрлық біріншілігіне жолдама ала алмасақ та, әйтеуір бір сүйінішіміз бар. Біздің құрама ергежейлі емес. Әрине, әлем чемпионатына енді 48 команда қатысып кетеді. Еуропа чемпионатына 24 команда қатысады. Соның ішінде Қазақстан сияқты кішкентай елдерде өтіп кетеді деген Мирча Луческу сияқты атақты бапкердің де алаңын түсінуге болар. Бірақ біз өзіміздің кішкентай ел емес екенімізді сәт сайын дәлелдеп келе жатырмыз. Ертең Румыния бізбен 2-2 есебімен бір күндері тең ойнағанына да риза болатын шығар. Ал кейбір жанкүйер өкінішке қарай қателескен үшін кейбір ойыншыларды жерден алып, жерге салып, Инстаграмына жазып, оған бүкіл біздің футбол қауымдастығы қарсы тұрып, әйтеуір бір қым-қуыт дүние болып жатыр. Осындай нәрсе керек пе деп ойлайсың. Адам әдейі қателеспейді, естеріңізде болсын. Адам, және қателескен адам өседі. Осы жағдайды жанкүйерлерге ерекше түсіндіріп өткіміз келеді. Ал бүгінгі біздің айтатын әңгімеміз бөлектеу, яғни бізде әлі де Еуропаға шығатын, Еуропа чемпионатына шығатын мүмкіндік бар. Ол қандай мүмкіндік? Осыны таратып айтамыз, ендеше бастайық. Еуропа біріншілігіне іріктеудің еш тобында Қазақстан құрамасы 4-ші орын алды. Әрине біз 3-ші орын деп марқаюымызға да болады. Бірақ енді Финляндиямен өзара ойынымыз 2-2 есебімен тең аяқталғаннан кейін және доп айырмасының жақсы болғаннан кейін Финляндияның алда тұрғаны күмәнсіз. Бірақ дегенмен бұдан біздің сынымыз кетпейді. 18 ұпай. Бұл бұрын соңды болған нәрсе емес. Ең басты Қазақстан құрамасы осы жолы 10 ойынның үшеуінде өз алаңында, үшеуінде сырт алаңында жеңіп, бұрын соңды болмаған нәтижеге жетті. Өз алаңында 2 ойында жеңілді, сырт алаңында 2 ойында жеңілді. Былай қарасаңыз, бәрі заңдылық сияқты, бірақ бәрібір Словениямен соңғы ойындағы өкініш әрине естен кете қоймайды. Осы ойында шіркін-ай 85 минутқа шейін біздің Еуропа чемпионатына тікелей жолдама алуға тамаша мүмкіндігіміз болды. Әрине, Вербиштен гол жіберіп алған үшін қорғанысты басқаны да кінәлап, жерден алып, жерге салып, сіздер біздің үмітті аяққа таптадыңдар деп, кәдімгі айғаға аттан қосып, окопта жатып оралай беруге болатын еді. Бірақ ол қажет пе? Біз осындай тамаша бір емес 2 футбол маусымын, футбол жылын өткізгеніміз үшін де өзімізді жанкүйер ретінде бақытты сезінуге тиіс сияқтымыз. Өткен жылы ұлттар лигасында кәдімгі Еуропада тәптері бағаланатын 3 құраманы артта қалдырдық. Бұл жолы Даниямен, Финляндиямен, Словениямен тең тірестік. Солтүстік Ирландиямен санатқа қоспағанның өзінде. Демек, бізде үлкен ілгерілеушілік бар. Ең бастысы, Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Бәрменқұлов мырза осы Словениямен ойыннан кейін ұлттық құрама тізгінінде Магомед Әдиевтің қала беретінін айтты. Демек, басталған іс жалғасады деген сөз. Стратегиялық жоспарымыз бар, соны іске асыруға кірісіп кетеміз деген сөзде үмітке жетелеп отыр. Демек, біздің құрама былай айтқанда басын тауға тұрып, тасқа тұрып, не істерін білмей, әйтеуір бір жылт ете қалған үмітке ұмтылып жатқан жоқ, кәдімгі нақты даму жолымен келе жатыр деуімізге болады. Оның үстіне Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы Александр Кузнецовтың да пікірі көңіліме қонды. Қазір бізде кәдімгі ұлттық құрама пирамиданың ұшына айналды деді. Яғни жастар құрамасында, жасөспірімдер құрамасында сол ұлттық құраманың ұстанатын ойын тактикасына сай футболшылар даярлауға кірісіп кетті. Яғни ертең бүгін Иван Свиридов, сондай-ақ Әлібек Қасым сияқты жігіттер жастар құрамасынан ұлттық құрамаға ауысып жатқан болса, ертең солардың қатары молға түсетіні күмәнсіз. Ал енді бізде қандай мүмкіндік қалды Еуропа чемпионатына? Ұлттар лигасындағы сол өз тобымызда 1-ші орын алғанымыз, яғни С дивизионының 2-ші тобындағы алған 1-ші орнымыз бізді әлде сапардан көш жолынан шығара қойған жоқ. Яғни естеріңізде болса, ұлттар лигасында С дивизионында А тобында Түркия 1-ші орын алды. А тобы дейміз, 1-ші топта Түркия 1-ші орын алды, 2-ші топта Қазақстан, 3-ші топта Грузия, 4-ші топта Люксембург 1-ші орын алды. Бірақ Грузия дейміз, Түркия осы іріктеу кезеңін өте жақсы аяқтады. Яғни Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңін өте жақсы аяқтап, өз тобында 1-ші орын алды да, Хорватияны өзінің артқа тастап, Түркия тікелей Еуропа чемпионатына жолдама алып кетті. Сондықтан ұлттар лигасының С дивизионының 1-ші тобында 2-ші орын алған Люксембург командасы осы Еуропа чемпионатына жолдама алатын командалар, жолдамаға таласатын командалардың қатарына қосылды. Демек, С дивизионындағы
командалардың, яғни жартылай финалда командалардың төрттігі қалыптасып отыр. Грекия, Қазақстан 21 наурыз күні АЕК-тің стадионында ойнайды. Ал дәл сол күні Грузия мен Люксембург өзара кездеседі. Ал осы екі кездесудің жеңімпаздары 26 наурыз күні Еуропа чемпионатының жолдамасын тікелей сарапқа салады. Яғни бізде әлі тамаша мүмкіндік бар. Енді Грузия құрамасы бізге қандай қарсылас деген мәселені сөз етпес бұрын, алдымен осы Еуропа чемпионатына кімдер жолдама алды дегенге келейік. Яғни қазірге дейін қатысушы 24 қатысушы елдің ішіндегі 21 ел белгілі. Әрине ол сол Еуропа чемпионатын қабылдайтын Германия құрамасы. Соңғы кездері Германияның сәтсіз ойнап жатқанын өте жақсы білесіздер. Тіпті соңғы жолдастық кездесуде Түркиядан жеңіліп қалды. А тобынан Испания мен Шотландия, Б тобынан Нидерланды мен Франция, С тобынан Англия мен Италия, Д тобынан жаңа біз айтып өткендей Түркия мен Хорватия, Е тобынан Чехия мен Албания, албандарға өте ризамыз, өз тобында бірінші орын алды. F тобынан Бельгия мен Австрия, G тобынан Венгрия, Сербия, H тобынан біздің топтан Дания мен Словения, I тобынан Швейцария, Румыния, ал J тобынан Португалия мен Словакия. Міне, осы құрамалар белгілі, және бұның ішінде қай құрамалар назар аударады. Әрине Түркияны бірінші атап отырмыз, екінші Словакия. Яғни өткен жылы ғана бізбен іріктеу турнирінде бір топта ойнаған Словакия қазір Португалиямен бірге J тобының жеңімпазы атанып отыр. Демек, бұл командада өзінің қателігінен қорытынды шығарды деуімізге болады. Сондай-ақ осы Е тобындағы Молдова құрамасында соңғы сәтке дейін үміткер болып тұрғанын айтуымыз керек, бірақ соңғы турда Молдова Чехиядан жеңіліп қалды да, Чехия тікелей жолдама алды. Міне, осындай іріктеу кезеңіндегі ерекше нәтижелерді айтуымызға болады. Демек, былай айтқанда, осы тізімге қарап отырсақ, Еуропа чемпионатына шыққан құрамалардың арасында енді көптен бері шықпай жүрген Шотландияны айтуға болады. Әрең деп қалт-құлт етіп, соңғы турда Украинамен тең ойнап жолдама алған Еуропа чемпиондары Италия құрамасын айтуға болады. Соңғы екі әлем чемпионатына апенниндіктер қатыса алған жоқ. Сондай-ақ қатарынан 3 Еуропа чемпионатына жолдама алып тұрған Венгрияны айтуымызға болады. Яғни Венгрия ақырында-бақырында еңсе көтеріп келе жатқан дегенге бұл да жақсы дәлел болып тұр. Басқалары дәстүрлі сияқты, сондықтан осы құрамалардың қатарына алдағы наурыз айынан кейін тағы 3 құрама қосылады. Соның ішінде Қазақстанда болуы өте ықтимал. Және Мирча Луческудың өкінішіне қарай, біздің сүйінішімізге қарай деп айтып қояқшы. Құрметті көрермен, біздің шығарылым демеушісі Фонбет компаниясы ең жылдам төлем жасайтын букмекерлік кеңсе болып есептелетінін білесіздер. Сондай-ақ алғашқы бәс тіккен ойыншыларға 200 мың теңге көлемінде бонус та сыйлайды. Сондай-ақ бұрыннан бар клиенттерге тамаша акциялар ұйымдастырып отырады. Мысалы, Фонбет компаниясы Қазақстан ұлттық құрамасына тігілген бәстерді сақтандырады. Ендеше төменгі сілтемеге өтіп, ойынның қызығына бөленіңіз, бірақ есіңізде болсын, тағы да қайталап айтамыз, бәс тігу дегеніңіз бұл мал табу емес, яғни табыс табу емес, бұл әншейін көңіл көтеру ғана. Ойымызды ары қарай жалғастырайық. Бізге Грекия құрамасы тап келіп отыр. Осыған дейінгі әңгімелеріміздің бірінде айтқанбыз, біз де көнекөз жанкүйерлер қатарына қосылып қалдық. Сонау 2004 жылы Қазақстан құрамасы УЕФА қанаты астында алғаш әлем чемпионатының іріктеу кезеңіне қосылғанда, дәл осы Грекия құрамасы біздің қарсыластардың бірі болған еді. Алдымен өз алаңында Қазақстанды Грекия 3-1 есебімен жеңді. Бұл қателеспесек 2004 жылдың 17 қарашасы, ал келесі жылы 2015 жылдың 9 қыркүйегінде өткен ойында Алматыдағы орталық стадионда көзбе-көз тікелей тамашалаған едік. Сол кезде біздің ұлттық құраманың намысын қорғаған Максим Жалмағанбетов, Александр Кучма, Олег Литвиненко, Нұрбол Жұмасқалиев, Самат Смақов, Андрей Карпович, Юрий Новиков сияқты жігіттер қалай жақсы ойнап еді. Өкінішке қарай біздің Нұрбол Жұмасқалиевтің тамаша голына Яннакопулос 78 минутта қарымта қайтарды да 90+4 минутта Лимперопулос, кейде Ливеропулос деп те жазылады, осы бойынша жеңіс голын соғып кетті. Сон сыртқа шыққан кезде жаңағы біз атап өткен Кучмалардың, Смақовтардың, Карповичтердің өрт сөндіргендей түрі әлі есімізден кетпейді. Сол кезде қазіргі Тұран командасының бас бапкері Александр Фамильцевтің бір сондай шарасыздықпен, барымыз салдық қой, неге біздің қолымыздан осындай тамаша нәтиже сусып кетті деп өкінгенде әлі есімізде. Дәл сол матчта қазақ футболының аңызына айналған
тірі болса күні кеше ғана 50 жасқа келетін Олег Литвиненконың 2 метр жерден соққан добын ақ басты, ақ шашты қақпашы, кім еді аты жөнін ұмытып та қалып отырмын, осы қақпашының алып шыққаны әлі көз алдымыздан кетпейді. Яғни сол Грекиямен әлі көз алдымызда. Ал 2006 жылы Қазақстан мен Грекия Кипрде өткен дәстүрлі халықаралық турнирге қатысты да, ол жерде біздің қақпаға гректер жауапсыз, қарымтасыз 2 гол соқты. Яғни осыған дейін Қазақстан, Грекия құрамалары 3 ойын өткізді, 3-ойында да гректер жеңді, асығы алшынан түсті. Бірақ одан бері, міне 2006 жылдан бері есептей беріңіз, 17 жыл өтті. Яғни сол кезде туған баланың өзі қазір мектеп бітіруге жарап қалды. Тіпті мектеп бітіріп те жатыр, студент атанып та жатыр. Демек, дәуір жаңарды деуімізге болады. Біз осыған дейін аса ыңғайсыз болып келген Дания мен Финляндияны осы іріктеу кезеңінде жеңе алдық қой. Ендеше Грекияны неге оң басымызға келтірмеске? Міне осылай жігерлі сөйлеуіміз керек, құрметті көрермен. Әйтпесе шынында да ой ыңғайсыз қарсылас, ой қазір олар мықты ойнап жатыр, ана мына деп түрлі сылтау айта беруге болатын еді. Біз ешкімнен кем емеспіз. Ешкімнен кем емес екенімізді жігіттер әбден дәлелдеді. Және осы Словениямен ойыннан кейін Рамазан Оразовтың жазған комментарийі маған қатты ұнады. Бұл іріктеу кезеңін біздің буын керемет еске сақтайды деп ойлаймын. Қазақстан құрамасы енді осындай ірі турнирлерге тек қана қара көбейтуші емес, кәдімгі финалға шығудан үміткер команда ретінде қатыса алатынын дәлелдедік деген екен. Міне, сондықтан да осы Рамазанның тамаша ойын ары қарай жалғастырып отырып, бізде Грекияға қарсы өте жақсы ойнай аламыз деуімізге болады. Ал Грекия құрамасы осы 2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінде Нидерланды, Франция сияқты ағай-сағайлардың қасына түсті. Одан бөлек Ирландия және Гибралтар құрамалары ойнады. Осы Б тобында Грекия құрамасы 3-ші орын алды, 10 ұпай жинады. Алға әрине күмәнсіз фавориттер Франция мен Нидерландыны салып алды. 8 ойында бұл команданың жинаған 10 ұпайы жаман емес шығар. 4 ойында жеңді, 1 ойында тең ойнады және 3 ойында жеңілді. 3 ойынның кімнен жеңілгенін өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Нидерландыдан 2 ойында жеңілді, 0-3 және 0-1 есебімен, және Франциядан 0-1 есебімен жеңілді. Соңғы турда, 8-ші турда 2-2 есебімен өз алаңында тең ойнады. Бұл да өте жақсы нәтиже. Және гректердің құрамына қарап отырсақ, бір бас айналдыратын керемет топ 5 чемпионаттың көрігін қыздырып жүрген бір керемет ойыншылар жоқтың қасы. Әрине Сократис Папастатопулос деген айтуға қиын, кейде өзіміз комментарий жасап отырғанда тегіне онша тіліміз илікпей Сократис деп қайталай салатын ойыншы бар еді. Қазір ол Реал Бетисте ойнайды, яғни Ла Лигада ойнайды, бірақ 2019 жылдан бері ұлттық құрамаға шақырылған жоқ. Ал Ливерпульдің құрамында ойнайтын Костас Цимикасты айтуға болар еді. Сондай-ақ Бундеслига, 2-ші Бундеслигада Гертада ойнайтын ойыншысы бар. Сондай-ақ Вест Хэмде ойнайтын ойыншы Мавропанос болу керек, қателеспесек. Былай айтқанда топ 5 лигада ойнайтын ойыншылары бар, бірақ алдыңғы қатарда емес, яғни команданы алға сүйреп жүрген ойыншылардың қатарынан емес. Түркияда ойнайтын бірнеше ойыншысы қазір ұлттық құрамаға шақырылып жүр. Соның ішінде Трабзонспорда ойнайтын Бакасетас деген ойыншы капитан болып есептеледі, және қазір ұлттық құрама сапында көп гол соққан ойыншылардың бірі дәл осы Бакасетас. Ол осы соңғы Франциямен ойында 2-ші голды соққан. Сондықтан бұл ойыншыны да бір қатардан санаттан шығарып тастауға болмас деп ойлаймыз. Сондай-ақ мынау Нидерландының АЗ командасында қазір керемет мергендік танып келе жатқан және бір жақсы ойыншы бар. Бұл тіпті осы АЗ-ның құрамындағы осы ойыншы Вангелис Павлидис қазір ПСВ-ның мексикалық шабуылшысымен қатты егесіп келе жатыр. 13 ойында 15 гол соқты, сондай бір жақсы көрсеткіші бар. Бірақ ұлттық құрамаға мәселесіне келгенде Павлидис аса бір сондай нәтижелі емес. Яғни қадау осындай ойыншыларды атап өтуге болады. Бірақ жалпы алғанда Франциямен 2-2 есебімен тең ойнады екен деп, күні бұрын жүніміз жығылып, күні бұрын сүдіміміз кетіп, Грекияға жол беріп қоюға, яғни ең бастысы психологиялық тұрғыда жол беріп қоюға болмайды. Ал біраз уақыттан бері осы Грекия құрамасын кезіндегі Челсиде жақсы ойнаған Густаво Поэт деген маман жаттықтырады. Бұл да көне жанкүйерлердің есінде қалған ойыншы болу керек. Сонан 1998-2000 жылдары Джан Франко Зола, Руд Гуллиттермен бірге ойнаған уругвайлық ойыншы орталық алаңда тас қылып ұстайтын, кейін енді маман ретінде де өзін таныта бастаған сияқты. Густаво Поэт және оның қасында Херард Нус есімді испаниялық маман бар, яғни көмекшісі бар. Херард Нус естеріңізде болса, осы қайбір жылы біздің
Павлодардың Ертіс командасының тізгінін ұстап 10 турда аса бір жақсы нәтижеге жете алмаған болатын. Ендеше қазақ футболын білетін маман бар деген сөз осы Грекия құрамасының тізгінінде, тізгіндеушілердің бірі ретінде айтайық. Осы Густаво Поэттің бір қадамына мен таңғалып отырмын. Франциямен ойында бір емес 3 ойыншы ескерту алса, Қазақстанмен ойынға қатыса алмай қалуы мүмкін еді. Біз айтып өткен Мавропанус, тағы да 2 ойыншы бар, қазір нақты кім екені еске түспей отыр. Осы 3 ойыншыда Цимикас айтпақшы. Цимикас, осы 3 ойыншында біз атап өткен және есімізге түсіре алмаған 3-ші ойыншында соңғы Нидерландыға қарсы, Францияға қарсы ойынға қоспапты Густаво Поэт. Демек, ол осы Еуро 2024 іріктеу кезеңінде мәселені шеше алмағаннан кейін бар үмітті көктемдегі Қазақстанмен ойынға артып отыр деген сөз. Сондықтан көшбасшыларының бәрін сол ойынға қоспай, былайша айтқанда сақтап отырды. Және ол кезде Грекия құрамасы жаман ойнаған жоқ. Қайталап айтамыз, 2-2 есебімен әлемнің вице-чемпиондарымен тең ойнады. Демек, алдағы наурыздағы 21 наурыздағы ойынға Грекия құрамасы егер ешкім жарақат алып қалмаса, барлық мықтысымен қосылады, барлық мықтысымен қатысады деген сөз. Ал өкінішке қарай Қазақстан құрамасында мұндай сүйінші жаңалық жоқ демеспіз, бірақ Нұралы әліп қатыса алмайды. Естеріңізде болса, Словениямен ойынның 90-ші минутында Нұралы ескерту алып қалды. Сөйтіп, осы іріктеу кезеңінде алған ескертулер саны 3-ке жетті, ал 3 ойыншы 3 ескерту болған жағдайда келесі ойынға қатысу құқығынан айырылатынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Рамазан Оразовтың және ескертуі бар. Ол да келесі ойынға қатыса алмай қалуы мүмкін. Бірақ өте Рамазанның жақсы ойнап қана қоймай гол соққанын да білесіздер. Ұлттық құрама сапындағы алғашқы голын соққанын білесіздер. Исламбек Қуаты өзінің дәстүрлі ескертуін алды, ол бірақ 4-ші ескерту, сондықтан алдағы ойындарға еркін қатыса береді. Және тағы бір сүйінішті жаңалық естіп отырмыз. Қазақстан ұлттық құрамасының Словениядағы ойынын қолдауға барады деген Бахтияр Зайнуддиновты Бесіктастың дәрігерлері жібермей қойған, естеріңізде ғой. Күні кеше ғана кәдімгі бетіне маска, бетперде киіп алып жаттығуға қатысып жүрген Бахтияр Зайнуддиновтың суреті әлеуметтік желілерде және Қазақстан футболын ардақтайтын жанкүйерлердің барлығының парақшаларын аралап кетті. Яғни мынау Виктор Осимхен сияқты, Йошко Гвардиол сияқты бетіне бетперде киіп алып, біздің Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшысы енді ойынға қатыса алатын шығар. Демек, тез арада қатарға қосылғанына әрине дән ризамыз. Осы біздің жігіттердің, әсіресе Еуропа чемпионаттарында ойнайтын жігіттердің бабында болған өте керек. Нұралы әліптің қатыса алмайтынын айттық. Одан бөлек Асқат Тағыбергенде, Михаил Габышев те, сондай-ақ Бауыржан Исламхан да көктемге дейін бүкіл өздерінің жарақатын, басқа да денсаулығындағы кінәраттарды деп айтайықшы, емдеп оралатынына сенімдіміз. Әрине, соңғы Словениямен ойында осы жігіттер жетпей қалды. Алаңда, орталық алаңда добыстайтын Исламхан керек еді, қарсыластың шабуылын күтіп алатын Тағыберген керек еді деген сияқты пікірлердің көп болғаны рас. Бірақ бір жанкүйерлік ойымыз айтады, қанша адам болса соншама пікір бар. Оның бәріне назар аудара берудің қажеті жоқ. Біз жанкүйер ретінде тіпті осы пікірлерден біздің ақ басымыз пісіп кетеді. Ал осыны оқып жүрген, осы тікелей оқиғаның ортасында жүрген бас бапкер, сондай-ақ мына ұлттық құраманың мүшелері қалай шыдап жүрген дегенде бір ойға келесің. Бірақ бәрібір оларда иммунитет қалыптасып алған шығар. Сондықтан мұндай пікірлерге шынында да аса бір қатты назар аударуда қажет емес сияқты. Әрине біз алдағы одан кейінгі Грузия мен Люксембург туралы да айтуымызға болатын еді, бірақ арғы айтып семіз шыққанға не жетсін. Біз 21 наурызда 2024 жылы Грекиямен жақсы ойнасақ, оларға өзінен өзі жол ашылатыны күмәнсіз. Тағы бір сүйінішті жаңалықты сөздің басында айтып өттік. Магомед Әдиев ұлттық құраманың тізгінінде қала береді. Және ең бастысы осы ұлттар лигасының финалдық ойындары өткенше Әдиев басқа ешбір команданы қабылдамайтыны да қазір айтылып отыр. Яғни Ақтөбеге барады екен, жаңадан қайтадан жаңғыртылмақшы, Ертіске шақырып жатыр екен деген сияқты түрлі сөздер болған. Бірақ Магомед Әдиевтің өзі осы іріктеу кезеңін, яғни бастаған бір жақсы ісін толықтай ұлттық құраманың тізгінінде аяқтауды көздеп отырған сияқты. Аяқтау дегенде әрине ары қарай ол Қазақстанның бір командасын қабылдап қосымша атқарып беруі мүмкін. Бұл бапкердің болғанынан ұтылмаймыз. Біз енді қарапайым футбол жанкүйері, көп жылдан бері футбол туралы айтып жүрген сарапшы ретінде айтсақ та, негізі мамандардың пікіріне құлақ түретініміз анық. Ал мамандар айтады, бұл
Магомед Әдиев сияқты маман бізге керек. Шынында да Әдиев ұлттық құрама тізгінінде 10 жеңіске жеткен алғашқы бапкер екен. 17 ойында 10 жеңіс дегеніміз бұл шамамен қанша? 60% жеңіс па сонда? Бұл дегеніміз өте 65% жеңіс. Сондықтан бұл өте жақсы көрсеткіш екені күмәнсіз. Ал Қазақстан құрамасы қалай дайындалады? Қазірдің өзінде ұлттар лигасындағы осы шешуші ойынға дайындық кезеңі басталып кетті. 16 желтоқсанда Қатармен сол елде ойнауы мүмкін деген, Дохада ойнауы мүмкін деген ақпарат әлі нақтыланған жоқ, бірақ шында тұлғаланып келе жатыр. Яғни күні кеше ғана, бір жыл бұрын ғана әлем чемпионаты өткен стадиондардың бірінде Қазақстан құрамасы Қатарға қарсы ойнауы мүмкін. Әрине бұл кезде біздің Астанада конференция лигасының топтық турнирін аяқтайды. Басқа жігіттердің барлығы еңбек демалысынан енді ғана шығып жатады. Ұлттық құраманың жігіттеріне жақында ғана демалысқа кетті Астанадан басқа. Сондықтан бұл ойын бір қарағанда орайсыздау тұруы мүмкін, бірақ керек, өйткені біз алдымызда үлкен сын тұр. Және менің ойымша осы Қатармен жолдастық кездесуге ғана қанағат білдіріп қоймай, мүмкіндік болса ақпан айында Түркияда ма, сол сырт елдердің бірінде тағы да бір жолдастық кездесу ұйымдастыруға тырысу керек. Өйткені ертең-ақ көзді ашып жұмғанша наурыз жетіп келеді. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, Қазақстан чемпионаты жаңа ғана басталып, біздің футболшылар бабына енді ғана еніп жатады. Сондықтан ондай мықты ойын практикасы, ойын тәжірибесі өте қажет. Сондықтан бұл нәрсенің бәрін Қазақстан футбол федерациясы, оның ішінде ұлттық құрамалар департаменті ескеріп жатқаны күмәнсіз. Біз айтпайық, оның бәрі бір ретімен жолға қойылатын шаруалар деп есептейміз. Және ең бастысы Азияның құрамасы бола ма, бізге қарсылан Африканың құрамасы бола ма, қандай мүмкіндік бар, соның бәрін пайдалану керек сияқты. Әрине осы уақытқа дейін Қазақстан құрамасы Конмеболдың, яғни Латын Америкасы елдерінің, сондай-ақ Солтүстік Америкасы елдерінің құрамаларымен әлі кездесіп көрген жоқ. Ол жаққа жол тартып кетсін демейміз, немесе мұхиттар аймағындағы Австралиямен барып, немесе Жаңа Зеландиямен ойнасын демейміз, Тонгамен ойнасын демейміз. Әйтеуір бір жақсы лайықты қарсылас табылып жатса жеткілікті. Демек, біздің мүмкіндігіміз өте мол. Ең бастысы ұлттық құрамаға футболшылар талпынып тұратын болды. Алдағы маусымда мен өзімді көрсетемін. Осы құрамада жүрген жігіттерден еш шеберлігім де, мүмкіндігім де, жігерім де кем емес дейтін жас жігіттер өздерін алға сүйреп жатса, нұр үстіне нұр. Біз осы жолы нақты 2 жыл бойғы 2 турнирді шамамен 18-20 ойыншымен аяқтаған болсақ, олардың қатары молая түсуі өте қажет. Оның үстіне жаңа тағы қайталап айтамыз, Грекиямен ойынға орталық қорғаушылардың бірі Нұралы Әліп қатыса алмайды, ал оның орнын кім жабады деген сұрақ қазірдің өзінде күн тәртібінде тұр. Демек, ойланатын мәселе көп. Ендеше біз өзіміздің арнамызда да сіздермен осындай сүйінші жаңалықтарды қазақ футболында болып жатқан үлкен ірілі кішілі жаңалықтарды бөлісіп отырамыз. Ең бастысы тек жеңген кезде ғана біздің арнамызды топырлап көріп, ары қарай із суытып кетпеңіздер. Қар жауды із басылды демеңіздер. Астананың жақсы ойындары бар. Одан бөлек ұлттық құраманың дайындығы бар. Жаңа маусымға тағы дайындық бар. Сондықтан біз айтатын әңгіме аз болмайды. Ендеше кездесе берейік. Аман сау болыңыздар.